Қайырлы күн, сіздермен Салтанат. Біз бүгін осындай дәмді болып шығатын италиялық тағамдардың бірі паста дайындайтын боламыз. Алдымен ингредиенттерін дайындап аламыз. Алдымен тауықтың төсін осылай турап аламыз, және пиязды да турап дайындап қоямыз. Және табамызға май құйып, оған сарымсақты үкіштен өткізіп қосамыз, және оның үстіне пиязды қосып, және тауықты қосып қуырып алатын боламыз. Оның үстіне тұзын бұрышын қосып, жақсылап араластырып, қуырғанша күтеміз. Сол аралықта біздің құстарымыз қуырылғанша пастамыздың макаронын дайындайтын боламыз. Алдымен осындай кастрөлге су құямыз, және оған тұз салып қайнатып алып, қайнағаннан кейін макарондарды қоссаңыздар болады. Арнайы пастаға арналған макарондар дүкендерде сатылады. Тауығымыздың үстіне осындай чили қызанағын қосамыз, тағы да араластырып аламыз. Оның үстіне 33% клекейді қосамыз. Өстіп барлығын қосып жібересіздер. Кішкене қайнағаннан кейін манағы макаронның сорпасын, яғни суын қосып, тағы да өстіп бетін жауып қоямыз. 10-15 минуттан кейін макаронымыз піседі. Піскеннен кейін жаңа пастамызға қосып араластыратын боламыз. Біздің осы пастамыз дайын. Өте тез дайын болады. 30-25 минут аралықта дайын болады. Осындай ыдысқа салып, бетіне сыр, яғни ірімшікті қойып, осындай аскөкпен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Біздің пастамыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.